Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Wordwall сайтының мүмкіндіктерімен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз осы сайтқа кіреміз. Мен алдын ала кіріп қойдым. Немесе Google аккаунт арқылы, почтаңыз арқылы кіруіңізге болады. Бұл сайтта шаблондардың көмегімен түрлі тақырыптарға викториналық сұрақтар, сөз жұмбақтар, түрлі ойындар, анаграммалар мысалы құрастыруыңызға болады. Ал енді осы сайттың бірнеше мүмкіндігіне тоқталып өтейін. Бірінші мүмкіндігі дайын тапсырманы басқа шаблонға ауыстыра аламыз. Ол үшін бірінші мои занятияға кіреміз. Бұл бетте мен міне алдын ала тапсырма құрып қойдым. Ал егер сіздерде тапсырма болмайтын болса, онда создать задание деп жаңадан тапсырма құра аласыздар. Қазір дайын тұрған тапсырманы ашамын. Тапсырмамызды көрейік. Мен бұл тапсырманы перевести в порядок, яғни ретке келтір деген шаблон арқылы жасадым. Бұл жерде сөздерді дұрыстап қою арқылы сөйлем құрастырамыз. Енді жасалған дайын осындай сабағымызды бір батырманы басу арқылы ғана бірден басқа шаблонға ауыстыра аламыз. Қолдың оң жағында переключить шаблон деген бар. Бұл жердегі бірінші шаблонымыз біздің бастапқыда тапсырманы дайындаған шаблон. Одан кейінгі шаблондардың біреуін таңдап ауыстыра аламыз. Мысалы, случайные карты деп басып көрейік. Дайын болған тапсырмамызды қарап көрейік. Кездейсоқ карталар деген шаблонға ауыстырдық. Ашамыз, мінекей біздің сөйлемдеріміз шықты. Енді бірінші тапсырмамызды, мысалы, сөйлемдер құрастыр деп беретін болсақ, екінші тапсырмамызды, мысалы, сөйлемдерді орыс тіліне аудар деп беруімізге болады. Бұл жерде не байқаймыз? Біз уақытты үнемдей аламыз. Екіншіден тапсырманы күрделендіре аламыз. Үшіншіден теңгелік тапсырмалар құрастыра аламыз. Яғни бір ғанақ мәтін арқылы, немесе бір ғанақ тапсырмалар арқылы оны түрлендіре отырып бірнеше тапсырма жасауға болады. Біз сабаққа мақсат қоярда барлық оқушы орындай алатын, оқушылардың көпшілігі орындай алатын, кейбір оқушылар орындай алады деп мақсат қоямыз. Міне сол мақсаттар үшін осындай тапсырмаларды түрлендіріп дайындауымызға болады екен. Келесі мүмкіндік оқушыларға тапсырманы беріп, нәтижені бақылау. Ол үшін сабағымызды ашамыз. Одан кейін төменгі жағында создать задание дегенді басамыз. Осы бетте біз оқушыларымызға қолжетімділікті және де нәтижелерді бақылауды реттей аламыз. Енді бұл бетте мінекей біздің жаңағы тапсырмамыздың атауы шықты. Оқушылар не істейді тіркелген кезде, сілтемеден өткен кезде аты жөнін жазуға болады. Мінекей. Немесе анонимді түрде істеуге болады. Немесе Google класста істеуге болады. Енді біз мына жерде мен введите имя дегенді таңдадым. Оқушылар сілтемеден өткенде бірінші өздерінің атын жазатын болады. Бұл жерде уақытты қоюға болады. Ойынның соңында немесе тапсырманың соңында жауаптарды көруге болады. Таблица видео жасауға болады. Және де қайтадан тапсырманы басынан басауға болады. Мен бұл жерде жауаптарын көрсету және басынан басау деген екеуін белгілеп қойдым. Енді ары қарай начать дегенді басамыз. Мінекей, енді осы бетте сілтемені көшіріп аламыз да. Әлеуметтік желіге, мысалға WhatsApp группасына оқушыларға жіберуімізге болады. Енді біз нәтижені қалай қараймыз? Сілтемені оқушылар жібергеннен кейін ол тапсырмалардың орындалуын қадағалаймыз. Ол үшін мои результаты, менің нәтижелерім деген бөлімге өтеміз. Мінекей біздің жіберген тапсырмаларымыз шықты. Тапсырманың үстінен басамын. Жеке оқушылардың нәтижесі оқушы сабақты аяқтағаннан кейін ғана көре аламыз. Мінекей, мен бұл жерде не көріп тұрмын? Неше оқушы қатысты? Яғни мен тапсырмамды 2 оқушы орындаған екен. Барлығы дұрыс орындапты. Ал енді көрейік кім орындаған. Менде 2 оқушының аты жазылып тұр. Неше балл, қанша балл алды, қанша сұраққа дұрыс жауап берді, қанша сұраққа дұрыс жауап бермеді,
және де орындалу уақыты осылай шығып келеді. Қашықтан оқу кезінде осылай тапсырмаларды жіберіп, кім орындағанын, қанша балл алғанын, қанша балл қойылғанын, қанша сұрақтарыңызға дұрыс жауап бергенін барлығын біліп отырасыз. Енді келесі мүмкіндікті айтпас бұрын, егер сіздерге берілген ақпараттар ұнап жатса, онда каналыма жазылып, лайк басып қойыңыз, қоңыраушаны басып, менің каналымда болатын келесі жаңа видеолар туралы бірінші болып біліңіз. Ал енді ары қарай жалғастырайық. Бізде келесі мүмкіндік ол мұғалімдермен бөлісу. Яғни сіз жасаған жұмысыңызды электрондық почта, басқа да әлеуметтік желілер арқылы бөлісіп, қолжетімді ете аласыз. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін міне тапсырманың соңында, қолдың оң жағында поделиться деген батырманы басамыз. Пәнді қоя аламыз. Мысалы, қазақ тілі деп жазайық. Қазақ тілі пәні деп қоя аламыз. Пәнді қойдық. Тақырыпты қоя аламыз. Мысалы, бізде тапсырма енді сөйлем құрау бойынша осылай жазуларыңызға болады. Бұл іздеуге де басқа мұғалімдер осылай сөйлем құрау деп іздеуі мүмкін, немесе ауа райы болжамы. Мінекей, опубликовать деп басамыз. Міне дайын. Сілтемені көшіріп, басқа сайттарда бөлісуімізге болады. Сонымен қатар, бұл сайт арқылы оқушыларыңызды командаға бөлуіңізге болады, топтарға бөлуіңізге болады, немесе жұп-жұпымен бөліп тапсырма орындатуыңызға болады. Осындай және де басқа да қызықты ақпараттарды бұдан кейін бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.